Құрметті көрермендер, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 24-28 тамыз аралығында атқарған жұмысымен таныс болыңыздар. Осы аптада агенттік төрағасы Алик Шпекбаев мемлекет басшысының қабылдауында болды. Кездесуде агенттіктің биылғы 7 айда атқарған жұмыстарының негізгі қорытындылары мен заңнамалық бастамалары туралы есеп берілді. Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік органдардың жұмысына қызмет көрсету моделін енгізудің маңыздылығын атап өтіп, агенттіктің азаматтық қоғам өкілдерімен бірге жемқорлықтың алдын алу және адалдық идеологиясын ілгерілету жөніндегі іс-қимылдарын оң баға берді. Агенттік төрағасы мемлекеттік хатшы Қырымбек Көшербаевтың төрағалығымен бейнеконференц байланыс арқылы өткен президент жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі комиссияның отырысына қатысып баяндама жасады. Отырыс қорытындысы бойынша мемлекеттік хатшы мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жетілдіру жөнінде тапсырмалар берді. Қазақстан Республикасының Конституция күніне орай агенттік төрағасы Алик Шпекбаев мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша қоғамдағы келісім мен тұрақтылықты нығайтуға, азаматтардың конституциялық құқықтарын қорғауға қосқан үлесі үшін агенттік пен оның аумақтық департаменттерінің бірқатар қызметкерлеріне Қазақстан Конституциясына 25 жыл мерейтойлық медалін тапсырды. Агенттік төрағасы Алик Шпекбаев Нидерланд корольдігінің Қазақстандағы елшісі Андре Карстенспен кездесті. Кездесуде ведомство басшысы PBI жобасы аясында кәсіпкерлер мен инвестицияларды қорғау шараларына ерекше назар аударып, жемқорлыққа қарсы саясатты дамыту мен ортақ жобаларды іске асырудағы екі жақты өзара ынтымақтастық мәселелерін талқылады. Сондай-ақ Қазақстандағы дипломатиялық миссиясының аяқталуына байланысты Австрия Республикасының елшісі Герхард Сайлермен де кездесті. Онда екі жақты ынтымақтастық мәселелері мен ведомствоның жұмысы талқыланды. Кездесу соңында дипломат жемқорлыққа қарсы саясатты жетілдіруге қосқан үлесі үшін ведомстволық медальмен марапатталды. Агенттік қызметкерлері коронавирустың таралуына қарсы күреске қайырымдылық көмек ретінде бір күндік жалақыны аударып, шамамен 27 миллион теңге жинады. Жиналған қаражатқа сатып алынған 25 оттегі концентраторы өңірлерге тең бөлінетін болады. Өнімділігі минутына 10 литрге дейінгі аппараттар тыныс алу жолдарының аса ауыр ауруларын емдеуде қолданылмақ. Осы аптада агенттік жанындағы Антикор Лайф жобасының аясында экономика және денсаулық сақтауды қаржыландыру мәселелері жөніндегі сарапшы Марат Мамаевтың, азаматтық бастамалар орталығының басшысы Махаббат Испенованың, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Ербол Оспановтың қатысуымен Facebook әлеуметтік желісінде тікелей эфирде онлайн сұхбаттар өтті. Сондай-ақ Жамбыл облысы әкімі Бердібек Сапарбаев облыстық Антикор орталығында Антикор Лайф жобасының тікелей эфиріне қатысып, азаматтардың сұрақтарына жауап берді. Жалпы барлық аумақтық департаменттерде 106 сыртқы сарапшы спикер мен түрлі сала өкілдерінің қатысуымен 119 тікелей эфир өтіп, онда қоғамның өзекті мәселелері талқыланды. Осы аптада агенттіктің аумақтық департаменттерінің басшылығы мен адалдық алаңы жобалық кеңселері мен ақпараттық ағарту штаб жетекшілерінің қатысуымен Ақмола облысының Жарғайың ауданында, Алматы облысының Алакөл ауданында, Жамбыл облысының Байзақ және Қордай аудандарында, Түркістан облысының Келес ауданында сервистік әкімдіктер ашылды. Агенттіктің тегін құқықтық көмек беретін адал көмек жобасының аясында аумақтық антикор орталықтарында 162 тікелей эфир өткізіліп, шамамен 74 мыңға жуық адам қамтылды. 9 кездесу ұйымдастырылып, 14 түсіндіру видеоролигі жарияланды. Адал көмек жобасының жетекшісі танымал адвокат Айман Омарова Жамбыл облысының тұрғындарымен тікелей эфир өткізіп, азаматтардың сұрақтарына жауап берді. Агенттік жол активтерінің ұлттық сапа орталығы мен сапалы жол адалдық алаңы жобалық кеңселерімен бірлесіп, республика аумағындағы жол сапасына тұрақты түрде мониторинг жүргізеді. Аталған жұмыс аясында осы аптада Алматы, Шымкент қалалары мен Жамбыл, Қызылорда, Батыс және Шығыс Қазақстан облыстарында қала көшелері мен маңызды жол тораптарының жол сапасына мониторинг жүргізіліп, анықталған ақаулар бойынша мердігерлерге тиісті ұсыныстар берілді. Құрметті көрермендер, сіздер агенттіктің және оның аумақтық департаменттерінің 24-28 тамыз аралығында атқарған жұмысымен таныс болдыңыздар. Арнайы жаңалықтар топтамасы экранда көрсетілген агенттіктің ресми сайтында және әлеуметтік желілерінде жарияланатын болады. Назарларыңызға рахмет. Жағымды жаңалықтармен жүздесейік.